Так, бұл жақта Prius'tu көрсетейінші. Toyota Prius. Қаншада отады екен? 18 мың доллар. Он 8.800. 2016 жүзіне 4 литрден 6 литрге чейін сарқайды екен бензинді. Жақсы. Малибуны да сұрап көрелікші. Обвестерді екен. 2016 18 555 41 04 42 номерінде екен. Басын сұрап қойылы. Басын қаншада отасың? 14.800 доллар. Гибрид пе бұл? Жақшы. Гибрид екен. 14.800 доллар. Гибрид манда болып екен да Шевролерді. Малибуның гибридін мен өзім мынандай көзіммен бірінші жол көріп жатырмын, есімде жоқ та. Жақсы. Так. Анан Камрин көрсетейлі. 70-ші кузов. Бұл да уже елге танымал болып баштады. 2021-25 свежий деп жазып қойған. Бұл қайсы салға? Американец пе, же Корея? Мен ойынша американецке ұқсас. Ол американец. XLE. Грузия арқылы көбіншесі алып келінеді. Ошол американец кен, а? Алейкум ассалам. Комплектациясын көрсетіп қойылды. Монитор мынандай. Комплектация жақсы екен. Чурқағаны 31.193 километр көрсетіп отыр. Сіз бе ютубқа тартып жақсы. Басын сұрадық па? Басын сұраңызшы. Басын қанша дедіңіз? 35 мың доллар. 35 мың доллар. Ошонысын айтып кетелі. Болды. 35 мың доллар. Бұл ошонда Саңяң Мусоу? Тиволли екен. Тиволли. $27.200. Басы қанша болып атады? 16 мың. Ошоны айтады. Бұл чурқаған екен. 27.200. Ошол 16 мың доллар. Ушундай кроссовер келет. Саңяң фирмасынан бензин. Бұның жанында өзіңізге танымал Lexus RX 350 2006 15.300 доллар. Қара кожа салон. Так, мол Камрин басы жазылған емес. Малибу қанша екен? Малибу сілерден бе? Басы қанша білбедіңер бе? Басын қойғыз дейді. Есі жанына жоқ екен да. Hyundai Santa Fe. ...2019 қимылдатқыштың көлемі 2 куб, дизель, коробка автомат. Açık pı? Açık eкен. Çurqağan 34.500 километр. Drive mode, автохолд, электроручник. Комплектация жақсы, контроль слепых зон, полосы, антизанос, жылдырғыштарда отырғыштары. 30 мың доллар басы. Lexus, так, адашпасақ, NX болсы керек. 2017, 25,
Гибрид. 35.500 доллар. Люк. Шол NX. Шунда Lexus. Бұл жерде Santa Fe. Мында Santa Fe. 2008 жылы шығарылған. Темірдатқышын көлемі 2 куб, дизель 12,5 мың доллар. Коробка автомат. Kia Carnival. Карнивалдар бирок акыркы убактары көп эле келип баштады. Мурда биринчи серин эле жолукчу эле, азыр базардын ичинде эле бир 4-өнү көрдүм мен. 2017 2.2 турбо дизель 23 мың доллары. 23 бул 3 катар экен. 11 аркасында дагы барбы? Жакшы экен. Өзү мага капитанский креслодон көрө ушундай жагат да, биздин көпчүлүгүбүзгө эле ушундай жакса керек. Себеби адам көбүрөөк батат, 11 орунду деп. Мына 4-чү катары. Азыр мындай катуураак тартыш керек окшойт, Мына бир тартышта эле бир катар дагы кошулуп калды. 3 адам отура берет. 3 адам 6, 9, алдыда эко менен 11. Жакшы. Жакшы. Эми бирок булар берки капитанский креслодон көрө комплектация бир аз жөнөкөйрөөк болот. Эми жөнөкөй болгондо да караңыздар, электро жылдыргыч отургучтары алдыңкыларын, монитор бар, 2-3 зоналуу климат, ошондо дагы отургучтардын вентиляциясы дагы бар, рулунун жылуутуусу, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, круиз контроль, антизанос. Ана жөнөкөй болгондо да ушундай опцияларды ээлейт. Жакшы. 23 мың доллар. Анан Honda CR-V ишти да көрсөтүп койлу. 2008 2.4 4WD 14 мың доллар. Аябай сон ушундай кылып туруп маалымат кагазда эң керектүү нерселерин жазган. Жакшы, кара кожа салону. Болду. Ана мол жерде Toyota Avalon. Avalon 2015 2.5 тез арада сатылат, бул дагы 22 мың доллар. Бул гибрид эмес окшойт. Жок, гибрид окшойт. Гибридкен. Себеби электро режимдердин баскычы турат да, салонда көрдүм. Ушундай Avalon. Кайсыл? Була CR-V? CR-V 5, Honda CR-V 5. Так. Салон көрсөтө берели. Кара кожа. Да, монитор. Мультируль. Дискалар да мындай. Көрүнүштө Кореядан окшойт, Кореядан 2017 1.5 видео регистратор бар, турбина бар экен, анан люк бар. Баасы канча болду? 30 мың доллар кеми бар дейт. Алтыр. Так, мол жерде New Rice'ты да тартайын. Hyundai Sonata New Rice 2018 темірдатқышы көлемі 2 куб, газ 16 мың доллар. 16 мың доллар, монитор бар, айдоочуда отургучунда бир гана айдооч жок, вентиляция менен жылуутуусу бар. Круиз контроль, голосовой помощник, кара кожа, отургучтары деле жакшы болду. Көрүнүп турат, ушундай. Biz de ушуну менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Башынан аягына чейин көргөн биздин
көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз.